Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен заварной крем рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен асымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу қажет. Бұл кремнің барлық құрамы описаниеде жазылған. Соның үстіне сүтіміздің жарты бөлігін құйып, жақсылап араластырамыз. Және содан соң қалған бөлігін де құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Осы массаны газдың үстіне ең жай отқа қойып, жақсылап үздіксіз араластыруымыз қажет. Әйтпесе біздің осы массамыз күйіп кетуі мүмкін. Жақсылап қоюланғанша араластырып тұруымыз қажет. Біздің масса шамамен 20 минуттай тұрды. Осылай қоюлануы тиіс. Тез суы үшін арнайы ыдысқа құйып, бетіне пищевой пленка жауып, бөлме температурасында суытуымыз қажет. Және оның үстіне сары майымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Бұл сары майды біз суығаннан кейін барып қосуымыз қажет. Біздің крем дайын. Бұл кремді біз Наполеон, медовик, эклери және тағы да басқа торттардың түріне қосуымызға болады. Біздің крем дайын. Ас болсын, сіздермен болған Дилназ.